Ұлт үшін аянбай қызмет қылған азаматы көп жұрт, күшті, өнерлі, мәдениетті болып, өзгелерге елін танытып отыр. Ал ұлт үшін қызмет қылмай, бас қамын ойлап кеткен азаматтардың елі артта қалып отыр деген ұлтымыздың рухани көсемі Жүсіпбек Аймауытовтың қанатты бір сөзі бар. Міне, осындай ұлты үшін қызмет қылған азаматтың бірі және бірегейі Бектас Тапалшинов. Бекеңді облыстағы қазақ өнерінің алатауы десе де болғандай. Ол кісі бүкіл халықтың сүйіктісіне айналған тамашаны құрушылардың бірі. Қазақ театрының ашылуына атсалысқан үлкен жүректі жан. Жалпы қазақ өнері десе ішкен асын жерге қоятын адамның бірі. Өнер адамдарын қызық жандар демеске болмайтындай. Сұрасаң өзі туралы там-тұмдап қана айтады да, өнердегі елдің жетістігін, бірге еңбек еткен таланттарға тоқталғанды ұнатады. Бекең де солай. Өнердегі өзіңіз туралы айтсаңыз деп сыр суырған едік, мардымды ештеме айта қоймады. Ресейдің Алтай өлкесінің тумасы екенін ертістің Павлодар өңірі энциклопедиясынан оқып білдік. Бала кезінен қазақ өнері десе жаны қызатын Бектас Титайұлы өнерден өзін іздеп 1974 жылы Москваның бүкілодақтық театр эстрада өнер институтын бітіргеннен кейін Лебяжі, Май, Баянауыл аудандық мәдениет үйлерінің директор болып қызмет істейді. Міне осы жылдарды ұлттық өнердің ай оңынан туған кезеңі деп атауға болатындай. Осы кезеңде ұлттық өнерді жаппай насихаттау, үлкен кішілі сахналарда қазақ әндері шырқалып, шағын интермедиялар сахналанған. Әр жерден таланттар қар астындағы бәйшешектей қаулаған кезең екен. Бұдан кейін Семейдің Әміре Қашаубаев атындағы және біздің Исабай Зақып атындағы облыстық филармонияларында еңбек еткен кездерін өнердің бір өрлеген кездері деуге болады. Жаны жаңашыл, соны соқпақ іздеген таланттың қазақ өнерінде өзіндік орны бар екенін мойындауымыз керек. Олай дейтініміз Бектас Тапалшинов сахнаға сөйлеу жанрын шығарған кезеңі болғанын бүгінде облыс көрермендері жырдай етіп айтады. Қазақ өнері тамаша бір жаңалыққа сусап тұрған шағында осындай өзгеріс қажет болатын. Творчествоның қанат жайған енді 67 жылдар Семейге барғаннан. Мен 67 жыл бардым Семейге. Бір ансамбль болды. Қазақ ансамблі уақытша құрылған екен, студенттер мен музыкальный училище мұғалімдерден. Онда конференция деген болмайды. Штучный товар сияқты. Баянист деген жоқ, разговорник деген жоқ. Солай бардық енді. Соны оқу басталар кезде әлгі коллектив тарап кетті. Мен жалғыз қалдым. Содан коллектив жалғайым дедім, қайтпаймен. Қайтайын, Павлодар қайтайын ба? Содан осы жерден сол ансамбльді құрам деп қалдым. Содан жұмыс істей жүріп, анау Москвада эстрадный студиясына оқуға жіберетін болды. Онда барғанда эстрадный студия, всесоюзный эстрадный студия дейді. Онда мен Харлама деген мұғалімнің қолына түстім. Ол кісі мынау Евгений Петросянның мұғалімі сол. Менен бұрын сол кісі бітірген. Содан кейін сол мұғалімге барып бізді қолға сақтаған екеуміз бірге. Парный конференция, баяғы мынау Штепсель мен Тарапунған еліктеген сияқты бұл тамашаның бастауы болды. Біз Москваға кетердің алдында, барардың алдында ойнап жүрдік. Интермедиялар жоқ, материал жоқ онда. Көбін мен өзім жазатын. Сол Москва барғанда бізге студия екі авторды жалдады. Бізге орысша материалдарды жазып беріп отырды. Сол материалды практика ретінде Москвада бір жылдан артық оқығанда 50 шақты концерт қойдық біз Москваның өзінде. Көп деятельдермен бірге қойдық. Мастеров искусствомен жас артистер, эстрадның жас артистері деген болады, соларға қосып қойғызады концерт. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше деген емес пе? Тапалшиновтер отбасындағы екі адамның екеуі де үлкен өнер адамдары. Бектас Титайұлының дастарханнан дәм татпаған, үйінде қонақ болмаған өнер жұлдыздары кем-де-кем. КСРО-ның халық артистері Махмут Есенбаев, Эдита Пьехаларды айтпағанда қазақстандық жұлдыздар қаншама.
Олардың сағынышқа толы, Бекең мен Қамашқа ризашылыққа толы хаттары қаншама. Әсіресе Бектас Титайұлының Эдита Пьеха жылқы етін жақсы көрді. Біз ол келгенде үнемі қазы қарта жал-жая асатынбыз дегеніне, көпшілігімізге арман болған жұлдыздың осы үйдің керекті қонағы болғанына қызғана да, қызыға да қарады. Содан Москва, Семей келгесін Ақбұлақ деген ансамбль құрдық. Набазиятова. Біз ол осы сақтаған екеуміз болдық онда, содан тәтең болды, содан тағы 3 адам болды. 6-ды Москвадан соны бітіріп келдік. Содан сол базада Ақбұлақ деген ансамбль құрылды. Ақбұлақтың енді онда режиссер болып, текст жазатын болып кім келді? Марқұм Бәкір Тәжібаев. Музыка жағын реттеуге Ескендір Қасанғалиев келді. Сол жерде сол Ақбұлақ деген ансамбль құрдық, 16 адамнан. Онымен бүкіл Қазақстан аралап шықтық. Оған филармонияда жағдай жасады. Ол кезде облыс полкомында оларды біз программаны дайындап тапсырып көрсеткеннен кейін суда жаңа пазик автобус еді. Ол кезде филармониялар үшін пазик автобус деген арман. Сонымен бүкіл Қазақстан араладық. Енді өмірдің жақсыны жаманда жіптер көрдік енді. Бейнеті де болды енді. Сол жұмыстың арқасында қой тапқанымыз. Енді осында келгесін, Павлодар келгесін өтіп жатқан тіршілікті көбін өздерің білесің. Бектас аға туралы көп айтуға болады. Бұл кісі өзі сыртқы келбеті қандай әдемі азамат болса, ішкі дүниесінде сондай бір мейірімді, сондай бір үлкен жүректі азамат. Бұл кісіменен біз 1990 жылы осы театрды бірге аштық. Сол театрды ашқан кезде біздің директорымыз болды. Содан біздерді Қарағандыда істеп жүрген кезде бұл кісі бізді шақырып осында бізге бәрімізге бір группа студенттер келді. Сол студенттердің бәріне түгел үй беріп, бәріне осында жағдай туғызып, жаңағы ең ақыр аяғы жаңағы осы алып отырған үлкен театрымыздың да біздің қолымызға тиюіне осы кісінің үлкен себебі тиді. Өйткені осы кісінің арқасында біз осындай үлкен бір ғимаратқа ие болдық. Ал енді бұл кісінің еңбегі көп. Енді айта берсек оған енді уақыт жетпейді. Ал енді бұл кісінің тұсында біздер шетелдерге бардық. Египетте болған жаңағы халықаралық фестивальға қатыстық. Мынау Россияның көп жерлерінде Москва, Ленинград, Омск, жаңа Монғолияға шейін әртістеріміз барып, солардың бәріне жағдай туғызып, жаңағы үлкен жұмыстар атқарды. Бектас Титайұлы жаңашыл адам. Жаңашылған қазақ театрының тұңғыш директоры. Ол кісі театрды 7 жыл басқарған кезінде 22 спектакль облыс көрермендерінің талқысына ұсынылған. Бектас Титайұлы мен Қамаш Құсманқызы ұлын ұяға, қызын қияға ұшырған адамдар. Өмір кезеңінің әдемі бір сәтін 4 немересімен бөлісіп, әр күнін қуанышпен өткеріп отырған отбасы иелерінің өнер жайлы айтары жетерлік. Олар жарастықпен қол ұстасқан өмірлеріне, әулет жалғасы бар ғұмырларына тәуба дейді. Сіз іздеп жүргенде осы музыкальный училищеге бардым. Кіріп барсам, фойеде біреулер өлең айтып отыр, 5-6 қыз отыр. Біреу жайлауын бақша, жайнаған деп отыр. Құлағыма жай дейді, қайсың айтқан оған? Мен де бір сарғыз. Содан алып сөйлесе келіп, қасында бір подружкасы бар екен, Мәриямхан деген. Әртіс боласыңдар ма, осы ансамбль қарап деп жатырмыз. Уақытша деп соны көресіңдер, оқулардың соны жалғайсыңдар заучындар. Боламыз деп сөйтіп осы тәтеңмен солай қосылдым, сол кездесудің ақыры той болды ғой енді. Бір көргенім мен де сол сразу өзі көзге түсетін адам ғой. Қазақтарда редкі болады. Сол ғашық болдым. Түріне қарап сразу білуге болады. Кемпел, жүрегі үлкен, адам түсіне білетін. Сонымен тұрмыс құрып кеттік. Бұл отбасы мен көптен білем. Өте сыйлы, өте жақсы отбасы. Аллаға шүкір осындай Бектас пен Қамаштай семья болса өте жақсы.
Бұл кісілермен мен көптен араласам. Біз жалғыз емес, біздің ортамыз көп. Біріміздің қызығымызға, біріміздің қуанышымызға әр уақытта қатысып жүреміз. Табақтаспыз, омыртқаласпыз. Бұл кісілердің адамгершіліктері өте жоғары, өте жақсы. Осындай достарым болғанына Бекеменен Қамаштай өзім өте қуаныштамын. Бектас енді өнер дегенде жанын беретін адам. Ол өнер десе, әлгі өзі театрда істеп жүрген кезінен бастап ол ешқандай үйді ойламайтын. Тек әртістерін ойлайтын. Өйткені жаңадан келді ғой бәрі жастар. Тура әкесі сияқты болып, солар анау немені болды, ауырып қалды, үй алынмай жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, сол өнерге көп көңіл бөлетін. Бектас Түйтайұлы Москва қаласындағы бүкілодақтық театр эстрада өнер институтында белгілі Ресей жұлдыздары Евгений Петросян, Александр Збруев тағы басқада театр әртістерімен бірге оқыған. КСРО-ның сол кездегі астанасында оқып жүрген кездерінің өзінде өзін талантымен танытып үлгерген адам. Қазақстанға еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Бектас Түйтайұлының жан жары Қамаш Құсманқызы да өнерді сергеткен жан. 1974 жылғы Советская культура газетінде даусына Рамен Ралан, Горький таңғалған, 60 тілде ән айтып әлемді тамсандырған, Ерма Яунзем жоғарғы нотада келген әнді еркін шырқаған, Қамаш Құсманқызының талантына жоғары баға беріп бас шайқаған. Жас кез жалын деген ғой, Қамаш Құсманқызы мың бұрала билеген биші әрі әнші. Сонау Абай елінен маңдайы жарқырай шыққан қос қыз Роза Рымбаева, Қамаш Тапалшиновалардың өнеріне сонау Франция елі таңдай қаққан, қол соққан. 74 жылы Әсем деген ансамбль құрдық. Әсем деген ансамбль база Астана филармонияның артистері, жетпегендер музыкальный училищенің студенттері мен мұғалімдерін алды. 36 адам. Бұл ансамбль Францияға баруға дайындалды. Қазақстан күндері Франция. Дни культуры и литературы дейді Қазақстан, Франция. Онда осыны 4 қыз билейді, 4 қыздың біреуі тәтең, біреуі Роза Рымбаева, екеуі тағы студент сондай. Соларды дайындап программасын кейін жеткен, жетпеген жоқ. Розаға бастан аяқта Москвадан тәтең тікізіп әкелген киімдерін кигіздік. Содан кейін программаны апкадат ету үшін Семей облысында 40 шақты концерт қойдық. Сол программаны дайындап жарысына 20 концертте өткесін. Айғызға барғанда мен соңдарынан бардым. Енді қазір бір айтсадан бас программаны көріп, мыналарың мұғалімнің музыкальный училище мұғалімдері бәрі жоғары білімді консерватория. Соларға Розаға билейді, өз ведущий, өз билейді, өз өлең айтады. Универсал болды Розаға. Өз шустрый сондай, пысық болды. Мына жер мынады кеп, мына жер мынады. Оның бәрін айтпен қазір Розаға ақыл айтын деген күн әлет. Осы кісінің арқасында Москваға бардым, Францияға бардым. Ол кезде қиын конкурстан өткізу жіберу үшін қолымнан келгенін бәрін жасадым маған. Оның өзінде әлгі Франциядан ұшып келе жатқанда авария болды самолетімізге. Англия, соны қайтадан Англияға қондырды. Солар енді біліп отырады ғой, Роза Рымбаева 17 жаста. Сонда Москвадан звондағанда айтыпты, аварияға ұшырап, Лондонда отыр деп. Содан кісілердің бәрі естері шыққан, жан жақтан звонить етіп, бүйтіп әйтеуір әзер деген 5 сағат отырып Лондонда. Содан кейін Москваға келдік қой. Келсек кісілер деген консульстводан, посольстводан қаптап кеткен кісілер қарсы алып біздің аман-есен келгенімізге. Енді бұл Семейге келе жатқан кезде бұл кісі енді құрмандық шалып, аман-есен келе жатыр деп мәз болып сол үйге оралғанына қуанды. Бектас Тапалшинов бұдан 18 жыл бұрын жүрегінен қатты сырқаттанып, өмірдің тәттілігін сезінген жан. Мына жарық дүниенің қадірін сезінген сәттегі сезімді тілмен жеткізуге болмастай. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық деген емес пе? Жан жары Қамаш өмірдегі ең қиын сәтінде бірге болып, қиындықты бөліскен адам. Ол Москвадағы кардиология клиникасында таңды таңға ұрып, жан жолдасына қамқорлық жасаған. Мен кенді порог приобретенный болдым ғой, нервный почвенный. Оған осында марқұм Попов деген қайтыс болып кетті. Мықты ревматолог болған, ауласына больницада. Сол диагноз қойды, подтверждение жасау үшін ол кезде Алматыға жібереді. Алматыға жіберсем, әлгі кардиологический институт қарады, бір орыс фамилиясын ұмытып қалдым.
түгі жоқ деді. Мен жақсы болды ғой, үйге звондадым, түгі жоқ тамаша. Енді әйтеуір келдім ғой, осында айттым, соның үйінде жатқым, әйтеуір келдім мен, глазнойға жатып, көзімді емдетіп алған кішкене. Содан кейін, еді жаттым, енді бір күн осында келіп тұр. Жаңа кімге, Ғабиди Мұстафинның қызы зам екен сонда, больница, глазная больница. Жағдай не, анауын айтшы жаңа. Анау жақтан Бағланова, Төлегенова, Жермек бәрі келеміз деп отыр. Көзіне орында бола ма, жоқ бола ма деп өзі қалжыңдап қойсы. Соны жоқ, балаңдамаңыз, жөндейміз, бәрі дұрыс болады, жоқ деп сөйледі. Содан кейін мен әлгі астынан айттым, Асеке, мен анау өзім врачыма, Поповқа мықты сенем. Ол мықты кардиолог. Оның айтқаны қисық болмау керек. Сен маған дені дұрыс басқа адам таппайшы. Жаңа айтып, кардиология ескенесі Төлент деген профессор бар екен, доктор наук. Соған алып барды. Ол тексеріп еді. Тыңдады, барып көрді. Точно Поповтың диагнозын подтверждать етіп берді. Ал мен Алматыда Москваға ұшарда Махмұт Есенбаев осында Павлодарға келіп жатқан. Мен амандасуға бардым, соны айттым, осы Алматыға кетіп бара жатырмын. Соны айттым, онда мен де Алматыға бардым, неге кетіп барсың, осылай. Соны ол айтты, слушай, Виктор, запомни, если бірдемеге көңілің толмаса Алматыда, сразу Москваға кел. Менің досым бар, Глеб Михайлович Соловьев деген, соған апарамын. Өзінің клиникасы бар, сол жерде өзі жасайды, емдейді. Ал мен оған дейін Москвада болуым керек. Ал мен оған дейін Москвада болма, сен барған кезде Москвада болмасам, менің атымнан бар. Все орында бол, бәрі орында болады деп сөйледі. Соны айтқанда әлгі Төлент дегесімен глазной институтын срочно выписыветін, ұшып осында келіп, керек келіп, содан облыстардан направление алып, Москваға ұшып бардым. Сол кіріп барғанда мына жерінде былай ұстады. Екі барғанмын. Бәрі дұрыс солай. Операциясы болмайды. Мен келісесің ба? Мен айттым, өзіңіз жасасаңыз келісем дедім. Өзім жасаймын дедім, өйді берем дедім. Ал енді не болады сонда? Мен қазір жасамасам не болды? Жасамасаң бір 3 жылдай өмір сүресің. Оның 1,5 жылы прикорный паралич болып жатасың. Сол тебе жатты. Ал жасасам не болады? Жасасаң, Құдай сколько болып басыл, соны өмір сүресің деді. Сол тәубемнен 18 жыл келе жатырмыз. Сонда айтайын дегенім енді Соловьевқа менің сенің жеткізіп осы уақыттан келіп отырған бірінші марқұм Махмұт Есенбаевтың арқасы. Мені әлгі аман-есен жүріп тұруға десем, Махмұтқа звондап отырмын, рахмат айтайын деп. Соны звондап тұр мені. Мен айттым, Маха, бірінші Құдай, екінші сіздің арқаңыз, содан Соловьевтың арқасы алды. Енді ішіңнен жүрегің неткенмен әйтеуір Құдайға сеніп кетті ғой. Онда палаттан кеткенде, шығарып әкеткенде бәрі аяғына түктіріп шығарып салады. Есті жаппай айтпай қайталып келгенше. Ағымдары сол еді. Таңертең онда апарды. Содан таңғы сағат 4:30-да есім жидым. Реанимацияда жатырмын. Тамақ кеуіп қалған. Шөлдеп бірамын. Дыбыс шығарсам, дыбыс шықпай қасында бір әйел жатыр екен андай. Сол қаласы ести екен. Сестра деп айғай салып, сол сестра келіп, су бергізіп. Бір жақта, енді тағы кореец врач келді, біздің лечащий врач жүр. Живой деді мен, басымызды. Оказывается, олардың тәртібінде лечащий врач өзінің ауруы есін жимай, үйіне қайтпайды екен. Соны ол кетті, дежурный врач қалды. Соны тағы су сұрасам, мен сестра безек-безек ет, оны пил деп. Ол айтса, жаңа берді. Почти войдет, пульс бәрін қарап алып тұр. Дайте ішіне деді. С крана деді. Краннан әкеп бір ұттадым. Ой, пырма бұл өмірімде міне, сол уақытқа дейін 40 жасымда ғой, 41-де міне. Судың тәттілігін білгенім сонда болды. Бұл дүниедегі ең тәтті нәрсе су екен. Сол больницаның қасында жүрдім, уже әкетіп бара жатқан кезде кірдім. Уже врачтар кірді, уже соны жалталандап, бір-бірімізге қараймыз, сөйлесе алмаймыз. Соны айтты, тілегім тілеп отыр, байқа өзіңді өзің ауырып қалып жүрме деп сөйледі. Соны кірсем, палатасына қағаз тапты, хат жазып.
хатын алып оқып, коридорда оқыдым. Оқысам сонда айтыпты. Қайны пышақ кетіп бара жатырмын. Бірдеме болып кететін болсам, өзіңді өзің байқап балалар не бол, тек қалдырма Москвада, қайтсем да алып кет, бірдеме қып деп. Жоқ дәргер орнатпа басқа жүрек, керегі жоқ басқа лүпіл, басқа лек, қалай айтам бүлінген жүрегімді, білдірместен доғдыр алып тастады деп. Өңгеріп өгей жүрек қайда барам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам, сыйыңа рахмет қайран адам, өзімнің жүрегімдей қайда маған. Өнерде өзіндік орны бар ерлі-зайыпты жандар жеке-жеке тұлға, бірін-бірі қырпынан түсініп, сыйластықты өмір сүріп отырған Бектас Титайұлы мен Қамаш Құсманқызының өмірдегі орны өзгелерге үлгі өнеге. Бақыттымын осынау күндеріме, сенің маған еркелеп күлгеніңе, бақыттымын әрдайым қол ұстасып, қатарласып қасымда жүргеніңе, бақыттымын көзіңнен мұң көрмесем, бақыттымын қасымда жүрген десен, көңілімнің аспаны жарқырайды, ақ сәулелі таңым боп күлген десен.